Anasım, ne tigib жатсыз? Мен сәукеле тігіп жатырмын. Қазақтың қыздары киетін әдемі ұлттық бас киім сәукеле тігіп жатырмын. Есейгенде кейін сен де киетін боласың. Мам, маған да мұндай сәукеле тігіп беріңізші. Әрине балам, әрине тігемін. Балам, қазақта әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер деген керемет, кемелді сөз бар. Кейін сен қанша оқып білімді болып кетсең де, халқымыздың осынау салтын сақтап, дәстүріне мұрагерлік жасауың керек. Кейін мен саған есейген соң осының барлығын үйрететін боламын. Қараш, қандай әдемі ме? Иә, өте әдемі екен. Осындай әдемі сәукеле жасауды үйренгің келе ме? Иә. Ендеше кейін мен саған үйрететін боламын. Анасым, сонда мен барлығын үйренгім келеді. Үйрене аласың. Мам, ойнағым кепті, жүріңіз ойнайықшы. Балам, кішкене күте тұр, мен мына шаруаларымды аяқтастырып, жинастырып қояйын, сосын сенімен ойнайтын боламын. Жақсы анасым. Абай Құнанбайұлы 25-ші қара сөз. Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана. Әпке, біз далаға шығып ойнайтын болдық. Иә, бірақ анам жұмыстарын аяқтағанша екеміз кешегі үйренген Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін қайталайық. Келе ғой отырамын. Сен Абай атамыздың кім екенін білесің бе? Білмеймін әпке. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшыл кемеңгер ақыны. Биыл ол кісіге 175 жыл толды. 175 жыл? Иә. Ендеше өлең жаттауды бастайық. Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін уақытпен айтып көрейік. Бірінші шумағын қане сен қандай қанша уақытта айта алады екенсің? Қане. 1, 2, 3, кетті. Қыс Абай Құнанбайлы, ақ киімді денелі, ақ сақалды. Соқын мұқал танымас тілі санды. Үсті басы ақ қылау, түсі суық, басқан желі сықылап келіп қалды. Жарайсың, үлгердің. Күнге олай болса, бүгін осыншалық пысықтайық. Далаға қараш, бүгін алғашқы қар жауыпты. Әкеміз босады ма екен? Әкемізбен бірге далаға шығып, қарадам жасайық. Жарайды, әпке. Қазақстан Республикасының орталығына орналасқан Ақмола облысы. Әке, біз далаға шығып ойнайтын болдық. Сіз қандай кітап оқып отырсыз? Қандай жақсы болған далаға шығатын болғанымыз, бұл Атамекен деген кітап. Бұнда Қазақстан Республикасының ең көркем жерлері, саяхат орындары таныстырылған. Кейін сен мектепке кіріп оқығаннан кейін бұны өзің оқи алатын боласың. Ал міне жерге міне Алматы облысы таныстырылыпты. Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысындағы әкімшілік аумақтық бөлік дейді. Неге сіз кітапты телефоннан оқи салмайсыз? Барлық адам сөйтіп телефоннан оқиды ғой. Ой балам, ол енді қазіргі қажеттілік бойынша көп адамдар телефоннан оқып жүр. Бірақ телефоннан кітап оқу көзге өте зиянды болады. Онан кейін оның кітапқа қарағанда жұғымы өте аз болады. Сондықтан біз әрқандай көркем шығарманы, хабарды, өзімізге қажетті білімді кітаптан алғанымыз өте дұрыс. Әке, анау немене? Бұл балам Қазақстан Республикасының картасы. Міне бәрі осында көрсетілген, біздің мемлекетіміздің барлық жері, өлкелері, аудан, облыстары. Әке, не үшін біз қазақ боламыз? Ой балам, біз ежелден қазақ болып жаратылғанбыз. Ал біз қазақ болғаннан кейін осы қазақтың жері болды, қазақ мемлекеті елі болды. Егер біз қазақ болмасақ,
қазақ қалпымызды сақтай алмасақ, бізде қазақ деген ел де болмайды, жер де болмайды. Сондықтан сен қазақ болып өсуің керек. Қазақтың жері елі үшін еңбек ететін елеулі азамат болуың керек. Мынау қай жер? Мынау міне Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласы біз тұрған. Қай жер? Мынауымыз міне сол Тобыл өзенін көрсетіпті, Торғай өзенін көрсетіпті. Ұқтың ба? Ұқтым. Енді бәрін біліп алдым ғой. Енді далаға шығып ойнайықшы. Ойнайық балам, онда жарайды. Әке, далаға шығудан бұрын соқыр теке ойнайықшы. Жарайды. Мен таба аламын ба сендерді? Әрине. Ой. Қайтта бар екен ма сендер? Мен де ойнаймын. Шешелерің де келді ма? Бүгін тамақта не жедіңіз? Ой, түсте мен палау жедім ғой, ет палау. Одан сол екеуі тап келіңіз. Ол біз